Достар, сәлем. Бүгін сіздермен жөтелді оңай кетіру жолымен бөлісетін боламын. Біздің каналға подписация етіп, лайк басыңыздар және қоңырау белгіні басуды ұмытпаңыздар. Капустаның жапырақтарын осылайынан алып, суға қайнатып аламыз. Міне осылай жұмсарып жақсы болған кезде бұл капустамызды судан аламыз. Сосын капустаның қатты жерлерін бөлек алып, жұмсақ жерлерін өзімізге қалдырамыз да, бұнымен компресс жасайтын боламыз. Мойнымызға осы капустаны салып, үстінен салафонмен орап қоямыз, түнге қалдырып, ертеңгісінде бұл істеген капустамыз өте жөтелімізді жеңілдетіп, жөтеліміз қайтуға көмектеседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай қатты жерлерін осылай алып тастадым. Енді дәл мен айтқандай қолданып көрулеріңізге болады.